Жастар театрында жаңа маусым. Бұл жылы өнер ұжымы көрермендерге еңлік кебек трагедиясын сахналады. Премьераға келушілерді арнайы қызыл кілеммен күтіп алды. Еңлік кебек қойылымының режиссері жас актерларды жіті іріктеп алғанын айтады. Ал трагедия жанрындағы туындыны көпке ұсыну үшін 2 айға жуық уақыт дайындалған. Бұл өзімен сол шығарманы қысқаша бүкіл мынау 3 сағаттық, 4 сағаттық болатын шығарманы сол бір сағаттың көлеміне енгізуге сондай бір тәсілді, сондай бір форманы, форматты деп тауып, бұдан 14 жыл бұрын жазып дайындағам. Бірақ осыны ойнайтын ұжым таппадым негізі. Сай келетін. Сондықтан осы театр ашылғаннан кейін біз былтыр енді маусымды жаптық та, сол кезде жастарды әкелдік қой. Алматы қаласындағы академия жүргендіктен. Және көркемдік жетекшісі сол курстың Мұрат Ахмановтың курсы түгелмен келді десек болады. Сол азаматтарды көріп, осында жұмыс жасағаннан кейін мен осыны алуға бел шештім. Және жас актерларға қиын соғатынын білдім, бірақ дегенмен де сол қиындықты жеңе білуде үлкен мектеп қой. Екеумізге тең кісі болсаң, Қойылымда жастардың шығармашылық ізденісі мен кәсіби шеберлігі тоғысып, ұлттық өнеріміздің жаңа қырын танытты. Бейнесін беру өте қиын. Біріншіден бұл үлкен жастағы адам, ал мен жас бала, сонымен біраз қиындыққа түстік. Бірақ сахнада қазір ол нәрсені жасырып, сомдап шығуға тырысамыз. Қиын болды, барлығы қиын болды. Еңбектену арқылы, өзіміздің режиссерімізбен дайындалу арқылы жасадық. Бұл қойылым арқылы көрермен қазақтың рухани тарихына үңіліп қана қоймай, өмірлік құндылықтар мен ар-ождан, сүйіспеншілік пен әділдік жайында ой түйді. Айта кетейік, еңлік кебек қойылымы жастар театрында алдағы 3 күн бойы ел назарына ұсынылатын болады. Жас өнерпаздар театр сүйер қауымды қойылымды тамашалауға шақырды.